Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге осындай күннің ыстығында шөліңізді басатын айсти сусынының рецептісімен бөліскім келіп отыр. Олай болса, соңына дейін менімен бірге болып, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Осындай көп мөлшерде суымызды қайнатып аламыз. Жағысылап қайнаған соң үстінен каркадемсті саламыз. Құрамына қажет заттардың барлығын төменге описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден кіріп қарай аласыздар. Бұл сусынды компотпен шатастырмаңыздар. Бұл айсти сусыны кәдімгі дүкендегідей болып шығады. Енді үстінен қантымызды қосып, астын баяулатып қоямыз. Қантымыз толық еруі қажет. Оған дейін біз керекті жеміс-жидектерімізді турап аламыз. Бізге қажетті жеміс-жидектер бұл бізде апельсин, содан соң бір лимонның жартысы, жалпыз, яғни мята, бір алма керек болады. Апельсинімізді дәл осындай видеодағыдай етіп турап аламыз. Енді кезекте лимонымызды турайтын боламыз. Бізге тек қана лимонның жартысы ғана қажет болады. Оны да дәл осылай видеодағыдай турап аламыз. Жеміс-жидектерді салмастан бұрын каркадемізді осылай сүзіп алатын боламыз. Каркадені екінші рет қолдансаңыздар болады, бірақ 5 литр суға емес, 3 литр суға. Ал енді барлығын алып алдық, жеміс-жидектерімізді салатын боламыз. Барлық жеміс-жидектерді салып болғаннан соң 3-5 минут шамасында ғана қайнатып аламыз, одан артық ұстап қажет емес. Сусынымызды толықтай суытқаннан соң барып, ұсынатын боламыз. Өте дәмді, магазиндікінен кем емес, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар.